Бүгін біз 425-ші есептің 4-шін шығаратын боламыз. Бұнда бергені бойынша катанец 5π бөлінген 8 қосылған катанец 9π бөлінген 8. Біз негізін өзгерту немесе таңбасын өзгерту мақсатында оларды қосылғыштарға жүктейміз. Сонда катанец 2-ден π қосылған 8π болады. Бұл біз мұнда мән беретін болсақ, бізде 8-ден π шығады. Мұнда дәл солай 8-ден 9π шығады. Сонда бізде катанец 2-ден π қосылған 8-ден π қосылған катанец π қосылған 8-ден π. Сонда катанец π бөлінген 2 деген ол 90 градус, 90 градуста негізі өзгереді. Танец екінші ширекте минус, сондықтан оның алды минус болады. Танец π бөлінген 8, ал катанец 180 градуста негізі өзгермейді. Таңбасы үшінші ширекте плюс болады. Сонда бізде минус танец π бөлінген 8 қосылған катанец π бөлінген 8. Тангенс альфа дегеніміз ол синус альфа бөлінген косинус альфа, сонда бізде синус π бөлінген 8 бөлінген косинус π бөлінген 8. Ал катанец деген керісінше косинус альфа бөлінген синус альфа, косинус π бөлінген 8, синус π бөлінген 8. Ортақ бөлінген келтіретін болсақ, бізде бөлінгенде синус π бөлінген 8 көшірген косинус π бөлінген 8. Ал мұнда косинус квадрат π бөлінген 8 минус синус квадрат π бөлінген 8. Мұнда алды минус болғандықтан оларды орнына ауыстырып жаздым. Сонда бізде мұнда косинус 2 альфаның формуласы. Сонда бізде косинус 2 π бөлінген 8. 8 бен 2 қысқарып кетеді. Сонда бізде косинус π бөлінген 4. Ал мұнда бізде синус 2 еселенген альфа формуласы. 2-ні бөліп жіберген кезде 2-ден 1 коэффициент болып алдына келеді. Мұнда косинус 4-тен π бөлінген 2-ден 1 синус 4-тен π. 180 бөлінген 4 ол 45 градус, ал 45 градус косинуста да синуста да 2-ден түбірасы 2-ге тең. 2 түбірасы 2 бөлінген 2-ден 1 көбейтілген 2-ден түбірасы 2. Мұнда біз 2-ден түбірасы 2-ні жазып аламыз. Ал мұнда көбейткенде 4 түбірасы 2 шығар. 4-тен түбірасы 2 орын ауыстырып, бөлу болғандықтан орын ауыстырып, оны көбейтуге айналдыра аламыз. Сонда бізде 2-ден түбірасы 2 көбейтілген түбірасы 2-ден 4 болады. 2 мен 4 қысқарады, мұнда 2 қалады. Мұнда түбірасы 2 мен түбірасы 2 қысқарып кетеді, сонда бізде 2 қалады.